Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз мектеп алды даярлықтың заманауи әдістемелері пәні бойынша денсаулық білім беру саласы тақырыбындағы лекциямызды бастаймыз. Лекция барысында мектеп алды даярлықтың дене тәрбиесі жүйесінде ұйымдастырылатын қимыл әрекеті, дербес қимыл әрекеті, дене шынықтыру сабағының мазмұны қарастырылады. Денсаулық білім беру саласының мазмұны бұл білім беру саласындағы базалық дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу қызметінде жүзеге асырылатындығын көрсетеді. Бұл білім беру саласының мақсаты баланың денсаулығын сақтау және нығайту, дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру, денсаулық сақтау технологиясын пайдалана отырып, қозғалыс біліктілері мен дағдыларын қолдануға баулу болып табылады. Мақсатқа сай, балалардың қимыл әрекеттерін ұйымдастырудың түрлі нысандарында қимылдарды дұрыс орындау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, жүру мен жүгіруде, секіру мен лақтыруда, қағып алуда, еңбектеу мен өрмелеуде негізгі қимыл түрлерін, жеке гигиена дағдыларын және денсаулықты сақтау негіздерін жетілдіру, дене қасиеттерін қалыптастыру, ептілік, қозғалыстарды үйлестіру, шыдамдылық, тепе-теңдікті сақтау, икемділік, сондай-ақ дене шынықтыру жаттығуларын орындауға қызығушылықты, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу міндеттерін қарастырады. Мектеп алды даярлықтың дене тәрбиесі жүйесінде қимыл әрекеттің келесідей салалары іске асады. Бұл жерде дене шынықтыру сабақтары, таңғы жаттығу, сергіту сәттері, қимыл қозғалыс ойындары, серуендеу кезіндегі дене жаттығулары, спорттық жаттығулар, дене шынықтыру мерекелері мен ойын-сауықтар, дене шынықтыру күндері, тіпті жазғы уақытта сауықтыру шаралары іске асырылады. Балалардың қимыл әрекетінде қозғалыста деген сұраныс пайда болады. Басқа балалармен және ересектермен қарым-қатынастың барынша күрделі түрлері жинақталады. Олардың бойында дене шынықтыру жаттығуларында, қимыл қозғалыс ойындарында жеке нәтижеге ғана емес, сондай-ақ ұжымдық нәтижелерге қол жеткізуге деген тұрақты қызығушылық пайда болады. Бұл олардың моральдық және күштік қасиеттерін дамытуға, өздерінің ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыруға ынталандырады. Кеңістік заттық дамытушы ортада педагогтар тарапынан әрбір баланың жеке даму мүмкіндіктері, белсенділік деңгейі мен қызығушылықтары ескеріледі. Оған толық мазмұндық, түрленушілік, қолжетімдік, қауіпсіздік жатады. Егер де бұлардың әрқайсысына жекелей тоқталып өтетін болсақ, толық мазмұндылық, яғни ой қиялын, қимыл белсенділігін, оның ішінде ірі және ұсақ моториканы дамытуға, қимыл қозғалыс ойындары мен жарыстарға қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ойындық, спорттық және сауықтыру құралдары қамтиды. Ал түрленушілік әрекетте қимыл белсенділігіне орын берілуі және ойынға сәйкес өзгеруі, ал қолжетімділікте тәрбиеленушілердің еркін қолжетімділігін қамтамасыз етуі жатады. Қимылдарды меңгерудегі жетістік көбінесе педагогтардың берген талаптардың нақтылығына байланысты да болады. Сондықтан оның түсінікті және балаларға қолжетімді болғаны дұрыс. Жұмыстың барлық түрлеріне баланың табанын нығайтуға және жалпақ табанның алдын алуға арналған жаттығуларды, яғни табанды сыртқа және ішке қарай қисайтып, кедір-бұдырдың, арқанның үстімен жүру, табанмен заттарды алу сынды түрлі әрекеттерді жасау арқылы бала денсаулығын нығайтуға болады. Сонымен қатар, балаларды белсендіру үшін таңғы жаттығулар, оның қимыл қозғалыс ойындары түрінде, релаксациялық ойындар, санамақтар, сергіту сәттері, спорт туралы жұмбақтар, саусақ ойындары, картотекалары мен спорттың жазғы түрлері, қысқы спорт түрлері және де басқа ойын тағы басқа да тақырыптарда альбомдар, фото, танымал Қазақстан спортшыларының суреттерін
және тағы сондай сияқты картотекаларды жинақтаған дұрыс. Дербес қимыл әрекеті баланың бойындағы дербес әрекеттің күннің әртүрлі кезеңдерінде таңертең сабаққа дейін, сабақ арасында ұйымдастыруға болады. Сондай-ақ мұндай топтың жалпы жағдайын әр баланың жеке ерекшеліктері мен көңіл күйін ескеру қажет. Балалардың дербес қимыл әрекетін ұйымдастыру үшін тиісті жағдайларды жасаған дұрыс. Ол үшін алаңда бос орын, жүгіру жолы, секіру мен лақтыруға арналған орындар болуы керек. Дербес әрекет белсенділігін арттыру, денсаулықты нығайту, дене дайындығын жақсарту, іс-қимыл тәжірибесін байыту, шығармашылық және танымдық әлеуетті арттыру құралдарының бірі ретінде қарастырылады. Балалардың қимылдық тәжірибесін кеңейту мен байыту мектеп алды даярлық сыныбы педагогтарының алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі. Балаларға жаттығулар мен ойынды педагогтың өзі көрсетуі ерекше маңызға ие. Ол өз бетінше түрлі қимылдарды білуі және орындалуы тиіс. Шаңғымен, конькимен сырғанай алуы, жүзе білуі қажет. Дене шынықтыру сабағының мазмұны бұл өзара сабақтаса байланысқан бірнеше өзекті мәселелерді қамтиды. Соның негізгісі бұл денсаулық және дене бітімі. Денсаулықты нығайтуда балалардың қимыл белсенділігінің алуан түрлерін жүргізу үшін тиісті санитарлық гигиеналық жағдайлардың болуы, қыста желдетілген бөлмеде, ал жазда терезелері ашық бөлмеде немесе далада өткізген дұрыс. Дене шынықтыру сабақтары мектеп алды даярлық сыныбында 25-30 минут ұзақтықта аптасына 3 рет күнделікті таңғы жаттығуларды қоспағанда өткізіледі. Оның ішінде аптасына 1 рет таза ауада өткізген жөн. Дене шынықтыру сабақтары әдетте 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды. Кіріспе бөлімде балаларды ұйымдастыру, орындалатын қимылдық тапсырмаларға назар аудару керек. Сабақтардың негізгі бөлімінде күрделі және қарқынды жаттығуларды орындауға баланың ағзасын дайындау қарастырылады. Негізгі бөлімде мынандай тапсырмалар орындалады. Балаларды жаңа жаттығуларға үйрету, бұрын өтілгендерді қайталау және бекіту, балалардың қимылдарды орындауға білімдері мен дағдыларын жетілдіру, үшінші яғни қорытынды бөлімде баяу жүру, тыныс алу жаттығулары, қарапайым қимыл қозғалыс ойындары өткізіледі. Дене шынықтыру бойынша негізгі әрекеттің бірі бұл қимыл қозғалыс ойындары. Мектеп алды даярлық тобындағы қимыл қозғалыс ойындарын ұйымдастыру кезінде педагог олардың қауіпсіздігін сақтау ережесін толық меңгеруі қажет. Сондай-ақ қимыл міндеттерін орындауға оларсыз тәрбиелеу, оқыту үдерісі мүмкін болмайтын күш сапаларын, яғни ептілікті, тапқырлықты, шыдамдылықты, тағы басқа да қасиеттерді қалыптастыруға бағыттайды. Балаларды өз бетінше өздерінің қимылдарын талдауға, оларды көрсетуге, сұрақтарға жауап беруге, жіберілген қателерді байқауға және жөндеуге үйрету керек. Сабақ кезінде маңыздысы педагогтың сөзі анық, салмақты және мәнерлілігі. Таңғы жаттығудың негізгі мақсаты сергек және қуанышты көңіл күйді орнату, барынша қарқынды жүктемелерге көшуге белсендіру және әсер ету. Арнайы таңдалған жаттығулар барлық ағзаның физиологиялық дамуына жақсы әсерін тигізеді. Ойындар балалардың жас ерекшелігіне,